Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? 89 сабақтың тақырыбы құстар туралы не білемін? Зат есімнің жіктелуі. Дерек көздерден қажетті ақпаратты табамын. Сөздерді жіктеуді білемін. Сөйлемдердегі сөздерге тиісті жіктік жалғауларын қосып жаза аламын. 23-ші жаттығу мәтінді оқы. Құстардың ішінде ең қырақсы сұңқар. Оның көзінің өткірлігі сондай. 1 шақырым жердегі кішкентай жәндікті оп-оңай көре алады екен. Күн көзіне тік қарай алатын құс бүркіт, ал екі көзімен айналасына бірдей қарай алатын құс үкі ғана. Құстардың ішінде ең жақсы жүзетіні пингвин. Ол сағатына 30 шақырымға дейін жүзе алады. Мәтіндегі құстар туралы мәлімет жина, оны сыныптастарыңа таныстыр. Құрметті оқушылар, мына жерде сіздерге сұңқар туралы, бүркіт жайында, үкі және де пингвин жайында толығымен ақпарат берілген. Өздеріңізге пайдасы жарап жатса, осы жерден қарастаңыздар болады. Келесі 24-ші жаттығу. Ребусты шеш. Шешуіндегі сөзді жіктеп жаз. Ребустың шешуіндегі құс туралы дерек көздерден ақпаратты тауып кестені толтыр. Бұл жерде сұңқар деген құстың атауы шығады. Енді осыны жіктеп көрейік. Жекеше түрде мен сұңқармын, сен сұңқарсың, сіз сұңқарсыз, ол сұңқар. Көпше түрде біз сұңқармыз, сендер сұңқарсыңдар, сіздер сұңқарсыздар, олар сұңқар. Енді сұңқар туралы кестені толтырайық. Көлемі 15-19 см сұңқардың ерекшелігі: сұңқарлар ешқашан басқа құстар салған ұяларды мекен етпейді. Қасиеті: ең жылдам құстардың бірі. Пайдасы: сұңқарлар планетаның табиғи тепе-теңдігін сақтау үшін өте қажет. Мысалы, бұл құстар көптеген өсімдіктерге зиян келтіретін тышқандар мен басқа кеміргіштерді аулайды. 25-ші жаттығу. Берілген жіктік жалғауларына сәйкес келетін зат есімдерді тап. 1. Адаммын, 2. Бастықпын, 3. Ұстассың, 4. Көмекшісің. Келесі: тарихшымыз, дәрігерміз, азаматпыз, бәсекелеспіз. Бұл сөздерге жіктік жалғауының әртүрлі жалғану себебін түсіндір дейді. Бұл жерде яғни жекеше түрлеріне мын, пын, сың деген жалғаулар жалғанса, ал көпше түріне бізде мыз, міз, пыз, піз деген жалғаулар жалғанады. Және де бұлардың әртүрлі жалғану себебі олардың жуан және де жіңішке болуына байланысты да өзгеріп тұрады. Келесі 26-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиістік жіктік жалғауын қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген. Бұл жерде пын деген жалғау жалғанып тұр. Келесі: мен оразбай емеспін, елдің жазықсыз, қылмыссыз адамымын. 3. біз бейбітшілікті сүйетін елміз. Бұл жерде міз деген жалғау жалғанып тұр. Сіз талантты ақынсыз. Бұл жерде сыз деген екінші жақтағы жіктік жалғауының жалғауы жалғанып тұр екен. Келесі 27-ші жаттығу. Сызбаға қарап, дәрігер сөзіне жазылған жалғауларды ажырат. Жіктік жалғаулар мен септік жалғауларын салыстырып, олардың өзгешелігін дәлелде. Дәрігермін, дәрігерсің, дәрігерге, дәрігерден. Жіктік жалғауы мін, ол бірінші жақта тұр, екінші сің деген дәрігерсің екінші жақта тұр еді жіктік жалғауының. Ал септік жалғауы дәрігерге барыс септігінде, дәрігерден шығыс септігінде жалғанып тұр екен. Құрметті оқушылар, біздің осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер сабақ сіздерге пайдалы болған болса, міндетті түрде арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.